Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сөз таптары, оқу мақсаттары, сабақ мақсаттары. Жақсы, балалар, бүгін сендердің сабаққа деген көңіл күйлерің қалай? Жақсы, ендеше жақсы көтеріңкі көңіл күймен бастау үшін бәріміз үстел үстіндегі жүрекшелерді аламыз. Сол жүрекшелерді қастарындағы парталастарына тілек тілеп жүрекшені сыйға тартайықшы. Алдымен мен бастайын. Мен сендерге бүгін сабақты жақсы түсініп, жақсы баға алуларына тілектеспін. Бұл жүрекшені мен бәріне беремін. Яғни тақтаға іліп қоямын. Ал ендеше сендер. Жарайсыңдар. Дәл осындай керемет көңіл күймен сабақты жалғастырамыз. Балалар, үй тапсырмасына оқулықтағы 6-шы беттегі 5-ші жаттығуды алған едіңдер. Сендер бұл тапсырмада керісінше жұмбақ орындау керек болдыңдар. Яғни, сөз жұмбаққа сұрақтарды көлденеңінен және тігінен жазу берілді. Балалар, бұл тапсырманы орындауға кіріскенде, сендер оқулықтың соңындағы түсірме сөздікті басшылыққа алдыңдар ма? Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді үй жұмысын мен мына куб арқылы тексерем. Кімге сары түс куб түскен болса, сол баланың тапсырмасын тексеремін. Және де қосымша сөз таптары туралы сұрақтар қоятын боламын. Ал ендеше сәттілік. Сөз табы дегеніміз не? Жақсы, сөз табының неше түрлері бар? Тамаша, оларды ата. Зат есім дегеніміз не? Мысал келтір. Жарайсыңдар, сын есім дегеніміз не? Мысал келтір. Өте жақсы, етістік дегеніміз не? Мысал келтір. Жарайсыңдар, ал сан есім дегеніміз не? Мысал келтір. Жарайсыңдар балалар. Ал енді мындай сұрақ. Зат есім мен сын есімнің айырмашылығы неде? Өте жақсы балалар. Сендер өткен тақырыпты өте жақсы меңгерген екенсіңдер. Ал енді балалар, бүгін біз бейнебаянды қарайтын боламыз. Ендеше оған назарымызды аударайық. Жаңбыр бітті алақай, талауға шықпалақай, кемпір қосаққа қара, әрбір түстерін сана. Бірінші түсі оның қызыл қызғалдақтай, екінші түсі оның қызыл сары балдай, үшінші түсі оның сап-сары тарыдай, төртінші түсі оның көгілдір аспандай, бесінші түсі оның жасыл жапырақтай, алтыншы түсі оның көк көлдің суындай, жетінші түсі оның күлгін орамалдай. Жарайсыңдар. Тамашалап болсақ, балалар, бұл қаралған бейнебаян не жайлы екен? Кемпір қосақта қанша түс бар және қайдан екенін кім айтады екен? Жарайсыңдар. Ал кемпір қосақ көбінесе қай мезгілде көрінеді? Тамаша. Ал қыз мезгілінде көріне ме? Жарайсыңдар балалар. Я, қыз мезгілінде кемпір қосақ көрінеді. Егер қысты күні ауада жоғарғы ылғалдылық, қатты аяз жарқырап күн шығып тұрса көрінеді. Бұл да балалар табиғаттың таңғажайып құбылыстары. Енді балалар, бәріміз оқуымызға назар аударайық. Бұл тапсырмада балалар
өзіне түсініксіз сөздерді белгілеуіміз қажет. Балалар, бізге 6-шы жаттығуда мәтін берілген екен. Қане мәтінді іштей оқып шығамыз. Жарайсыңдар балалар, бәріміз мәтінді оқыдық. Ал енді мына сұрақтарға жауап берейік. Қай мезгіл суреттелген екен? Тамаша. Қыс мезгілі екені қай сөзден аңғаруға болады? Жақсы. Кемпір қосақ қай кезде көрінді? Я, сендер осы мәтіннен түсініксіз сөздерді кездестірдіңдер ме? Тамаша, түсініксіз сөздерді белгілеп алыңдар. Ал енді балалар, сыныбымызда бар энциклопедиялардан, сөздіктерден сол сөздердің мағынасын тауып алыңдар. Және жеке отырып анықтаған жаңа сөздерінің мән-мағынасын жұптарына түсіндіріңдер. Түсіндіріп болдық па? Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырманы өте жақсы орындадық. Енді балалар, бізде мұндай жаңа сөздер сейілу және көкжиек. Сейілу дегеніміз уайым қайғыдан арылып тазару, айығу, саңлақтану. Көкжиек аспан мен жер бетінің астасып көрінетін сызығы. Жарайсыңдар балалар, қазір біз кестені толтыратын боламыз. Бұл кестеде сендер сөздердің мағынасын сөздіктен анықтауларын бойынша толтыр және ол сөз қай сөз табына жататынын жаз. Міне кесте. Қане балалар, ендеше іске сәт. Қане балалар, орындап болсақ, сөздер қай сөз табына жататынын тексерейік. Қапырық. Сөздіктен анықтағандарын бұл сөз табына зат есімге жатқызамыз. Дұрыс. Ары қарай өздерін тексеріңдер. Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Ал енді балалар, мына жұмбаққа назарымызды аударайық. Бұл тапсырмада біз не істеуіміз керек? Жұмбақты жатқа жазып, шешуін тап. Нөсерден соң жанағы бұлт сейіліп күн шықты. Көкте түрлі жолақты, өрнек тұрды ғаламат. Қане, бұл жұмбақты бәріміз жаттап алайық. Жақсы. Енді жатқа жазамыз. Тамаша оқушылар, дәптерімізге жатқа жазып болсақ, қане жауабын тауып көрейікші? Жауабы қандай екен балалар? Тамаша балалар, бұл жұмбағымыздың жауабы кемпір қосақ. Өте дұрыс таптыңдар. Ал енді балалар, келесі тапсырмамызға назарымызды аударайық. Балалар, бәріміз оқулықтағы кемпір қосақ мәтініне назар аударайықшы. Осы кемпір қосақ және жұмбақ мәтіндерін салыстырып, стиліне қарай қайсысы көркем әдеби, қайсысы ғылыми танымдық мәтін екенін анықтап, мәтіндердің түрі, жанры, стилі бойынша салыстырып, кестеге жазыңдар. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын сипаттап айтып беретін бол. Бағалар, екі мәтіндегі кіріспе кезеңін жұптармен зерттеңдерші. Олардың атауын, жанрын, мазмұнын, болжауды талқылаңдар. Ал ендеше іске сәт. Тамаша балалар, тапсырманы орындап болдық. Енді қай мәтінде құбылыс белгілері нақты, ал қайсында бейнелі суреттелген екен? Неліктен автор мәтінге осындай атау таңдаған? Мәтіннің атауы арқылы не туралы екендігін немесе жанрын біле аламыз ба?
қай мәтіннен қандай ақпарат алуға болады? Жақсы. Қай мәтін көркем шығармаға жатады? Ал қайсысы көркем шығарма емес? Неліктен? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бұл тапсырманы жақсы орындадыңдар. Сендер бұл тапсырманы мына кестеге түсірдіңдер. Енді балалар, біз сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сабағымызды ой қорыту әдісі арқылы қорытындылайтын боламыз. Сонымен балалар, біз бүгін қандай тақырыппен таныс болдық? Ал біз бүгін қандай жұмыстар жасадық? Тамаша, кемпір қосақ туралы не білдік? Жарайсыңдар, ал кемпір қосақтың түстерін кім маған ретімен атап береді? Жарайсыңдар, ал қандай жаңа сөздермен таныстық? Дұрыс, сөз таптары нешеу? Ал ережелерін кім айтып береді? Жарайсыңдар балалар. Ал енді сабағымызды мына кемпір қосақ әдісі арқылы біз кері байланыс жүргізетін боламыз. Бұл жерде тақтаға ілінген кемпір қосаққа сабақтан алған әсерлеріңді жазыңдар және өз есімдерін жазылған стикерлерді өздерің қалаған түстерге іліңдер. Тамаша, орындап болдық. Ал енді балалар, бәріміз мына алма ағашына назарымызды аударайық. Сабағымызды аяқтау үшін сендердің алдарында жасыл және сары жапырақтар жатыр. Егерде сабақты түсінбесеңдер, сары жапырақты, ал егерде жақсы түсініп алсаңдар, жасыл жапырақты аламыз. Және сол жапырақтың артына есімдеріңді жазып, тақтадағы ағаштың суретіне жабыстырып қоямыз. Тамаша балалар, ал енді үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үйге дереккөздерді, ғаламторды пайдаланып, кемпір қосақтың қалай пайда болатынын біліп келіңдер. Және оқулықтағы 10-шы бетіндегі 9 бен 10-шы жаттығуларды орындап келу. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше.